Қазақта ер туған жеріне, ит тойған жеріне деген сөз бар. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы бұл сөзге қатысты қазақ соның айтуын білсе де мағынасын білмейді дей келе, бұл сөздің шыққан төркінін пайғамбарымыздың хадисіне әкеп тірейді. Ол бұл сөздің пайғамбарымыздың хуббул ватан минал иман, яғни отанды сүю иманнан деген хадисінің мағынасынан шыққандығын айтады. Бүгінде бұл хадисті кейбіреулер туған жер отанға қатысты тақырыптарда қолданып жатады. Алайда хадистегі және қазақтың сөзіндегі отан, туған жер сізбен біздің білетін кіндік қанымыз тамған жерге қатысты қолданылған ба? Солай дейтін болсақ, бұндай туған жер, отан, имансыз, дінсіз, мұсылман еместер де бар емес пе? Олар да отанын сүйеді емес пе? Демек, хадистегі отан сізбен біздің білетін бұл дүниедегі отан емес. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы яқин біл, яғни айқын біл, адам ұғлы болсаң ұрпағы, отанның асылы сыйдыр бізге топырағы дейді. Яғни адам атаның белінен тараған баршамыз үшін отан ол адам пайғамбардың алғашқы жаратылған табан тиген жері ақырет әлемі. Мәшһүр Жүсіпте адамның асыл шыққан жері, рухының өрбіп өндіген жері Құдай Тәбәрәка ва Тағаланың құдірет қасы. Ал денесінің шыққан жері топырақ. Мұнан мағлұм болды, шын жұрты шыққан жұрты ақырет ғаламы дейді. Ендеше ақырет әлемінің бұл дүниеге келген жанның бар қарекеті ақыретінің қамын ойлап күйін күйттемек болса керек. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы ердің ері егеудің сынығы болған жан ақыреттің жұмысын қоштап, соның жабдығын ойлап, есідерті туған жері сонда болады деп, нағыз ер ақыреттің қамын ойлап қарекет қылатындығын айтады. Ер туған жеріне дегеніміз осы. Ал енді ит тойған жеріне деген сөзінің мәнісіне келер болсақ, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жалған дүниенің жүзі ішпек құшпақ болған тойған жері болды. Ер болмаған, ерлігісін қыла алмаған, жұртта қалған жемтік өлексені қиып кете алмаған иттей болып, дүниешілігімен алданып қалады дейді. Демек, бұл дүниенің ғана тірлігін қылып, ақыретін ұмытқан жандарды қазақ адам қатарына қоспай итке теңеген екен. Міне пайғамбарымыздың отанды сүю иманнан хадисіндегі отанның және ер туған жеріне деген қазақтың сөзіндегі туған жердің ақырет әлем екенін білдік. Ендеше тойған жердің ғана күйін күйттеп иттік қылмай, туған жердің де қамын ойлап, ерлік ісін қылалық, ер болалық.